жоғалтпағын. Өмірдің ағы менен қарасынан сабақ қыл өткенің мен кеткеніңді. Табылып арыстардың арасынан талқыла жетеріңді жеткеніңді. Берілме қайғыларға мұңға батып, қайғы түбі тұңғиық батырады. Сөздерін дан адамның тыңда жатып, сен үшін шаттық таңын атырады. Бұл кітап үлкен азық өлеңдермен жол бастайтын асқарға биіктерге. Мәртебең жоғарыласа төмендемер, пайдаң тисін қайтсе де сүйікті елге. Табыс десе әркімнің таласы бар, оңай келсе деп ойлап армандайды. Өмірде әр нәрсенің бағасы бар, құрғақ сөзге ешқашан алданбайды. 1 миллионды айына тапқын келсе, 10 миллионға тұратын еңбек еткін. Құрмет атты медальды таққын келсе, қиқарын мінезіңнің емдеп өткін. Істі көрсет, сөздерді көз көрмейді. Нәтижемен барлығын дәлелдегін. Өзіңсіз еш нәрседе өзгермейді, өзгерткін жан дүниеңнің әлемдерін. Кетсе де өміріңнің тонаппағын, жігеріңді жарқыным жоғалтпағын. Өзімде екен бақ береке ырыс құт. Оянғандаймын есімді жиып ұйқыдан, тебіреніп жүрегіммен күй тұнған. Сенімімді болашаққа сезінем, шабытымда әйтеуір бір сиқыр бар. Шүкір Алла несібеңе бұйыртқан, жол көрсеттің мен тірелген тұйықтан. Үлкен леппен жан дүниеме таралды, шабыт атты тұрған еді ұйыпқан. Артта қалды қиын күндер түңілген, табиғаттай қыстан кейін тірілген. Мазалаған сұрақтардың сан түрлі, жауаптарын тапқандаймын бүгін мен. Сенім артып қабілетіме ұлыстық, орнағандай ішімде бір тыныштық. Мен аспаннан іздеп келген аңқайып, өзімде екен бақ берекем ырыс құт. Өзімде екен ойланбаппын саралап, жүрегім құт, Аллам берген санам бақ. Үлкен іске жаралғансың жарқыным, өз-өзіңді жүрші ылғи бағалап. Өз өміріңді 180%-ға өзгертудің 10 тәсілі. Әрине, адам болғаннан кейін бе, шыдамсыздығымыз ба, әлде талпынысымыз ба, өз өмірімізді тез қолымызға алып, тез табысты болғанымызды қалаймыз. Яғни спорт залға барсақ, 2-3 күнде керемет бұлшық ет шығарып алғымыз келеді. Семіріп кетсек, 2-3 күнде арықтап кеткіміз келеді. Немесе бизнес бастасақ, 1-2 айда бірнеше миллиондар тапқымыз келеді. Тағы да басқа мысалдар келтіре беруге болады. Әрине, бұл өте жақсы дүние, бірақ ол адамның басты әлсіздігінің бірі шығар шамасы. Өйткені біз осылай тез өзгеріс бола қалса деп, өзімізді өзіміз алдап, армандап жүре береміз. Сондықтан ағайын, мен сізді ренжіткім келіп отыр. Өмірде тез өзгерістерге жету мүмкін емес. Өміріңді 180%-дан да көп өзгертуге болады, бірақ оған уақыт қажет. Оған қоса қосымша бір белгілі күш қажет. Егерде сіз шын мәнінде белгілі бір уақыт аралығында өзіңіздің өміріңізде жағымды жаққа қарай күрделі өзгерістер орын алғанын қаласаңыз, онда төмендегі менің айтатын кеңестерім сіздерге өз пайдасын береді деген сенімдемін. Неге десеңіз, ол кеңестерді мен өз өмірімде қолдандым. Ол кеңестерді алдыма келген қаншама семинар, тренингтердің қатысушыларына үйреттім. Сол кеңестердің арқасында көп адам өз өміріне белгілі бір өзгерістер жасай білді. Махатма Ганди айтқандай, бір-ақ күнде өмірді өзгертуге болмайды, бірақ күнде адамның ойын өзгертуге болады дейді. Өйткені ой ертең адамның көңілін, амал әрекетін немесе бүкіл өмірін өзгертетіні сөзсіз. Сондықтан ағайын, төмендегі менің кеңестерім міндетті түрде сіздің ойыңызды, өмірге деген көзқарасыңызды, ішкі сенімдеріңізді, ішкі настройыңызды өзгертуге септігін тигізеді деген сенімдемін. Сондықтан іске сәт кеттік. Дайын сенімдерді ізгі таныстардан сұрап алуға да, кітап дүкеннен сатып алуға да болмайды. Бұлар өзіңнің ойлау процессің арқылы жинақталу қажет. Писарев. Ең бірінші, үлкен күрделі өзгеріс жасаңыз келетін болса, өміріңіздің көңіліңіз толмайтын тұстарын теріп жазыңыз. Соған мән беріңіз. Яғни сіз бүгінгі өміріңізде не нәрсеге риза емессіз.
Мысалға, ол машинаңыздың жоқтығы шығар, ол мүмкін үйіңіздің жоқтығы шығар, ол мүмкін қарыздарыңыздың көптігі шығар, мүмкін қорқынышыңыз бен үрейіңіз сізді билеп алғаны ұнамайтын шығар. Осы сияқты бүгінгі өзіңіз көңіліңіз толмайтын қабілеттерді, мінезіңіздің белгілі бір бөлшектерін, өміріңізде бір орын алып жатқан ситуацияларды, жағдайларды қарап теріп жазыңыз, міндетті түрде. Яғни жыныңызға тиіп, сізді ішінен қоздырып, өмірі көңіл күйіңізді түсіріп жүрген жайттарды теріп жазыңыз. Мүмкін ол сіздің артық салмағыңыз шығар, әдемі киінгіңіз келеді, бірақ артық салмағыңыз бар. Әрине, ол сізге ұнамайды. Ол мүмкін өзіңіз жүрген ортада, араласып жүрген қоғамда беделіңіздің болмағаны шығар. Осы секілді жыныңызға тиетін нәрселердің бәрінде қағазға теріп жазыңыз. Қабілеттілік те бұлшық ет тәрізді, жаттығумен жетіледі. Обручев. Екінші, өзіңізге сұрақ қойыңыз. Осылай жүре берсем не болады? Не өзгереді? Яғни, егерде өміріңізді өзгертпесеңіз, осы еріншектігіңізбен, осы артық салмағыңызбен, ақшаңыздың жоқтығымен, осы қарыздарыңыздың көптігіне намыстанбай, мән бермей жүре берсеңіз, не болады? Не өзгеріс болады? Осыған аса қатты мән беріңіз. Өмір сүрудің екі түрі бар: шіру мен жану. Қорқақтар мен сараңдар мұның біріншісін, жомарт жандар екіншісін таңдап алады. Горький. Үшінші, егерде сіздің манағы өзгеріссіз қалған өмірдің, дамусыз қалған өмірдің, түсіп кеткен көңіл күйдің, берекесіз өмірдің образы көз алдыңызға елестете алсаңыз, осы өмір сізге ұнай ма? Осыған ойланыңызшы. Есіңізде ұстаңыз. Сіз бір-ақ күнде бағанағы артық салмақты тастай алмайсыз. Бір-ақ күнде байып кетпейсіз. Батпаққа батқан күйіңізде бата бересіз. Өзіңізге, өзіңіз жыныңыз келіп тұрған шығар. Осыған қатты мән беріңіз. Төртінші, жыныңыз кеп, өз-өзіңізге күш алатын болсаңыз, енді алдыңызға нақты мақсат қойыңыз. Нақты шамаңыз келетін мақсат қойыңыз. 4 жылдан кейін мен байимын, 5 жылдан кейін көтерілемін, мен миллионер болам, руководитель болам, директор болам, компания ашам деген сияқты мақсаттардың қажеті жоқ. Нақты өзіңіздің шамаңыз жететін, өзіңіздің әсер ете алатын мақсатты қойыңыз. Ал сіз не нәрсеге әсер ете аласыз? Болашақтағы нәрсеге, немесе өткендегі болған жағдайларға дәл қазір әсер ете алмайсыз. Өткен күн өтіп кетті, болашақ әлі келген жоқ. Болашақтың таңы әлі атқан жоқ. Сондықтан міндетті түрде өзіңізге бір апталық, айлық мақсат қойыңыз. Яғни қол созым жердегі, қол созсаңыз жететін нақты ересек мақсаттарды қойыңыз. Егерде артық салмақтан арылғыңыз келсе, өзіңізге мақсат қойыңыз. Мен осы бір айдың ішінде артық 3 килограммнан арыламын деп. Кітап жазуды қалап жүрген болсаңыз, міндетті түрде осы бір айдың ішінде мен кітаптың 2 бөлімін бітіремін деп. Ал қаржыңызды көтеру мақсатыңыз болып жүрген болса, онда міндетті түрде бір айдың ішінде немесе осы 2 айдың ішінде өзімнің кірісімді 30%-ға көтеремін деп. Яғни аспанға секірмеңіз. Нақты осы жақын арадағы мақсаттарды жазыңыз. Өзіңіз сенген мақсаттарды жазыңыз. Енді мақсатты жазып болсаңыз, міндетті түрде әрекетке көшіңіз. Әрекетке көшіп, күнде бір нәрсе істеңіз. Яғни күн сайын істеу керек істерді жазып алыңыз. Кешке жақынға дейін сол істердің бәрін істеңіз. Ертесі күнге қалдырмаңыз. Джим Рон айтқандай, бүгінгі істі ертеңге қалдыру ол істің күшін жояды дейді. Сондықтан міндетті түрде күн сайын бірдеңе істеңіз. Сонда ғана сіз бір айда жап-жақсы өзгерістер жасай аласыз. Еңбексіз мал дәметкен қайыршылық. Абай Құнанбаев. 6. Берілмеңіз. Есіңізде ұстаңыз. Ана ішіндегі бала ешқашан, еш уақытта 3 айда өмір есігін ашпайды. Немесе бүгін еккен алма ағашы келесі жылы не істесеңіз де ісін бере алмайды. Өйткені адамның қалауы мен табиғаттың заңы бөлек мәселелер. Сабырлығыңызды сергете келе барынша шыдамдылықпен қараңыз. Сіз бүгін спорт залға барғанменен ертең денеңіз бірден мықты боп жаттығып кетпейді. Немесе сіз артық салмақ жинап алған болсаңыз, сіз тренировкаға 3 барды екен деп, сіздің дене мүсініңіз
Анджелина Джолидің немесе Тайранның мүсініндей бола салмайды. Ол мүмкін емес. Егер де өзгеріс болмай жатса, оған қажымай, ренжімей, қайғырмай, мейлінше төзімділік, мейлінше шыдамдылық танытып, амал-әрекетіңізді жалғастыра бергеніңіз абзал. Түсіндіңіз ғой? 7. Әрине, біз адам болғаннан кейін белгілі түрде шартты, шартсыз рефлекстерді аламыз. Психологтардың дәлелдеуінше, адам баласы әрқашан адамдармен жылы сөйлескісі келеді. Белгілі бір деңгейде өзгелерден құрмет естігісі келеді. Содан болар, Бірғали Байекеев деген журналист адамды даттаған өсірмейді, ерінбей баптаған, сендіре мақтаған өсіреді деген. Міндетті түрде өзіңіздің әрбір жеткен нәтижеңізге қуана біліңіз. Яғни сіз 2 айда 10 килограмм салмақ қосқыңыз келді, бірақ 3-ақ килограмм қостыңыз. Немесе 10 килоға арықтағыңыз келді, бірақ 2-ақ кило арықтадыңыз. Ондай кезде ренжіп түңілмеңіз. Жеткен жетістігіңізге қуанышпен қараңыз. Бір сөзбен айтқанда, өзіңізге өзіңіз қуаныш жариялаңыз. Егер бизнесте сіз бір айда біраз тірліктер тындырған болсаңыз, командаңызбен бірге өзіңіз сауық кешін жариялаңыз. Немесе айына бір рет жақсы бір демалыс орнына барып тынығып қайтыңыз. Өзіңізге өзіңіз қуаныш жариялап, ай сайын боулингқа барыңыз. Бастысы, сәл-сәл болып жатқан өзгеріске мән бермей, қалыпты жағдай сияқты қараудан қашыңыз. Аз да болса да болып жатқан өзгеріске қуана біліңіз. Келістік қой. 8. Егер де өз өміріңізді кәдімгідей керемет бір өзгеріске түсіргіңіз келсе, онда міндетті түрде күн сайын, ай сайын өзіңіздің тұлғалық жағдайыңызды, профессионалдық жағдайыңызды дамытуға көңіл бөліңіз. Ол үшін міндетті түрде қалаңызда болып жатқан немесе өзге қалада болып жатқан тұлғалық дамуға қатысты семинар, тренингтерге қатысыңыз. 2. Міндетті түрде күніне жоқ дегенде жарты сағат табыс психологиясын үйрететін, көшбасшылықтың сырын талқылайтын, адамға позитивті көңіл күй сыйлайтын кітаптар оқыңыз. 3. Машинаңызда тыңдап жүрген әндердің бәрінде аудиокітапқа ауыстырыңыз. Яғни психология жайындағы, бизнес жайындағы сізді профессионалды тұрғыдан дамытатын аудиокітаптар тыңдап жүруді әдетке айналдырыңыз. Осыны есте ұстаңыз. 9. Күрделі іс жасағыңыз келетін болса, онда ерте тұруды әдетке айналдырыңыз. Қазақта ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық деген жақсы сөз бар. Таңғы ұйқы қияды ырысыңды деген менің де бір жыр шумақтарым бар еді. Және тағы бір айта кететін жайт, ұйқыдан тұра сала салқын суға шомылуды әдетке айналдырыңыз. Өйткені организмнің оянуына, жақсы көңіл күйде болуыңызға таңертең сіз қабылдайтын ваннаның берер күші өте көп. Бұл жайында түрлі профессорларда, бұл жайында түрлі мына әлемдік бизнес тренерлары да айтып жүргенін өзіңіз білесіз. 10. Негативті көзқараспен жүретін адамдармен қарым-қатынас жасамаңыз. Ол дегеніміз не? Негативті ортаға бармаңыз. Ол қандай орта? Ол сенің қолыңнан түк келмейді. Сен істей алмайсың деп алға қарай ұмтылсаңыз, аяғыңыздан тартатын туысқандарыңыз. Ол дегеніңіз сізге сенбейтін достар. Ол дегеніңіз өзінен де, өзгеден де үлкен үміт күтпейтін адамдар, немесе іскерлік әріптестер. Көңіл күйіңізді түсіретін, беделіңізді түсіретін, настройды құртатын лирикалық музыкалар, және де ол дегеніміз жамандықты айтудан шаршамайтын телерадио мен газет журналдардан аулақ болыңыз. Жоғарыдағы мәселеге оралсам, туысқандармен мүлдем араласпай қою керек деген сөз емес. Мен сізге туысқандарыңызды тастап бір жаққа қашып кетіңіз деп айтып отырғаным жоқ. Мейлінше сізге сенбейтін адамдарға, әлсіз адамдарға ой бөлісіп, оларға мақсатыңды айтып, мәре-сәре боп, ақ көңіл боп, жүрегіңді ашып керек емес. Араласпа демеймін, араласыңыз, бірақ мейлінше сөзбен көпіріп, мен бүйтейін деп жатырмын дегенше, арық айтып семіз шық демекші, барлығын өзіңіздің ісіңізбен дәлелдеңіз. Жоғарыда мен айтқан 10 факторға мән беретін болсаңыз, міндетті түрде өміріңізде бір әдемі өзгерістердің болатынына сенемін. Осы кітапты тауып алып, жалықпай, шаршамай оқып отырғандарыңызға қуаныштымын. Сіздерге үлкен рахмет. Табыс кімге барасың? Табыс кімге барасың? Күш алатын мақсаттан, жалқаулықтан бас тартқан, бос сөздермен көпірмей, ісіменен асқақтар, талапкерге барамын. Табыс кімге барасың? Қайғы астында жатпайтын, уайым көлге батпайтын, бәйгедегі тұлпардай өзін өзі баптайтын, төзімді ұлға барамын. Табыс кімге барасың? Алаулаған оттай тым,
тәуекелден қорықпайтын, эмоцияға берілмей, ақылына тоқтайтын ер жүрекке барамын. Табыс кімге барасың? Кедергіден кезігер, бір жақсылық сезінер, тек жақсылық ойлайтын, жаман ойдан безінген оптимистке барамын. Табыс кімге барасың? Иманы бойда тұнатын, өз сөзінде тұратын, уәде берер сәттерде есептер күш қуатын, жауапты ұлға барамын. Табыс кімге барасың? Ағайынын елейтін, жетім көрсе жебейтін, көмектесіп жарлыға кет ары кет демейтін, қайырымдыға барамын. Табыс кімге барасың? Қомдайтын білім қанатын, от болып лаулап жанатын, жұмыстағы қарқыны жасындай көкті жаратын, қарқындыларға барамын. Табыс кімге барасың? Елім деп соғар жүрегі, туған жер болған тірегі, халқының қамы қашанда болған бірінші тілегі, патриот ұлға барамын. Табыс кімге барасың? Өмірлік тапқан ұстасын, дамуға бөлген қыс жазын, өзіндік ойы, сөзі бар, бойында берік ұстаным, жақсы оқушыға барамын. Табыс кімге барасың? Беруді білер алғысын, ұмытпас жалғыз Алласын, адамдықтан аттамас, сәждеге иген әз басын, имандыларға барамын. Табыс кімге барасың? Ертемен ісін бастайтын, тәртіпке берік тастайтын, ауыр жеңіл деп бөлмей, әрекеттен қашпайтын, еңбекқорларға барамын. Табыс кімге барасың? Өз ісін жетік меңгерген, білімді асыл кең көрген, ісіне шын беріліп, ессіздіктен емделген шын шеберге барамын. Табыс кімге барасың? Әмияны жоқ бос қалған, кіріс шығысын жоспарлар, ертеңгі күнін ескеріп, қаржылық қорын жастанған саналыларға барамын. Табыс кімге барасың? Мақсаты болып дарашың, жөндейтін мінез аласын, жүректе таза барағын, адал жандарға барамын. Сапалы өмір сүремін, бақытты сәттерім көп болсын десеңіз, бірінші